ич, ни, сан, ши, гу, кантай, сотакияги. Петропавлда Кекушинкай карате секциясы жұмыс істейді. Мұнда зейнеткерлер жаттығады. Топтың ең егде қатысушысы Гүлжат Танатқанова, жасы 75-те. Бұл спорт түрін шамамен 5 жыл бұрын меңгере бастаған. Жаттығулар оның денсаулығын жақсартқанын айтады. Я здесь здоровье поправила. Мен бұл жерде денсаулығымды жақсарттым. Ағзаның төзімділігі артты. Ең бастысы мұнда ката жаттап алу керек. Әр белбеу деңгейіне қарай жаңа ката, жаңа қимылдарды үйрену керек. Бұл мидың жаттығуы, денеге ғана емес, миға да жаттығу жасаймыз. Ката бұл нақты құрылымдалған қозғалыстар жиынтығы. Онда техника, күш және ұқыптылық үйлесім табады. Тәжірибелі қатысушылар жаттығу кешендерін үлкен дәлдікпен орындайды. Әр элементті жетілдіруге тырысады. Айдарбек Бегенов 70 жаста. Карате оның өміріне студент кезінен енген және бүгінгі күнге дейін жалғасып келеді. Солтүстік қазақстандық бұл топта 3 жылдан бері жаттығып жүр. Қазір ол кезекті аттестацияға дайындалып жатыр. Қоңыр белбеуге ие болып, енді қара белбеуге өтуді мақсат етеді. Пришелся заниматься, продолжать. Мұнда жаттығуға, жалғастыруға келдім. Осы 3 жылда бірінші данға спорт шебері кандидатына дайындалдым. Дайындалып жатырмыз. Қарт адамдар үшін бұл қимылдар пайдалы. Өйткені кез келген қозғалыс, міне, көрсете кетсем, өте алуан түрлі және ішкі ағзаларға массаж секілді әсер етеді. Секция 2019 жылдың қазан айында ашылған. Жаттықтырушы Людмила Бутенко. Бұл спорт түріне 40 жасында келген. Қазір жасы 56-да. Өзінің үлгісі мен шәкірттерінің жетістіктері арқылы Людмила жаңа дағдыларды меңгеру мен даму үшін жас шектеу емес екенін көрсетеді. Инициатор у нас. Бастамашы Витченко Владимир Николаевич. Оның бір іс шарасында зейнеткерлер арнайы топ ашуды сұрады. Ол маған ұсыныс жасады. Мен келістім, себебі өзім 40 жасымда бастаған болсам, өзгелерде ниет болуы мүмкін деп ойладым. Сол себепті мен олармен жұмыс істеуге шешім қабылдадым. Топ ашып жаттыға бастадық. Жаттығулар аптасына 3 рет өтеді, әрқайсысы 1,5 сағатқа созылады. Топта тұрақты түрде 10 шақты адам жаттығады. Зейнеткерлер үшін қатысу тегін. Ұйымдастырушылардың айтуынша спорт баршаға, жасына қарамастан қолжетімді болу керек. Ақнұр Қайырбек, Вячеслав Ченишев, Қазбек Арықбаев, Первый Северный телеарнасы.